Жеті өнерпаз. Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. Жалғыз-ақ ай десе аузы, күн десе көзі бар Ханшайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнде Ханшайым қыз 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде Ханшайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп кетеді. 40 қыз шулап қала береді. Бірнеше күнге дейін ханға ескертуге ел жұрт бата алмайды. Бір ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан есінен танып, тағынан құлап түседі. Ел жұрты кетіп, тыныштық үйде хан есін жиып, бақсы балгер, қожа молда жинайды. Қызды олардың бірі де біле алмайды. Бәрінен де жәрдем болмайды. Тек ханның уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып былай дейді: мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Бір тапса, солар табады. Жаныма 500 әскер қосып беріп, темірден кеме соққызда, мені соған жібер. Хан табанда барлық айтқан керегін дайын қылып, бас уәзірді аттандырады. Назар сумен жол жүріп, бір айда аман соу мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, 7 өнерпаз балалары жоқ, шалдың өзі ғана отыр екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар уәзір Сәлім шалға мән жайының бәрін баян етеді. Ханның алтын мөрін басып, өтініп жазған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. Нәсіп болса барыңдар. Егер тапсаңдар, дүние мүлкімен қызын береді. Өнерді ішке сақтамай сыртқа шығарыңдар дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп жүреді. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, 1-2 күн қалғанда сүйінші сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Ол барып сүйінші сұрағанда, хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып той жасайды. Амансау 7 өнерпазды алып Назар да келеді. Хан 7 өнерпазды көріп, қатты қуанып, бала қайғысының бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан соң, хан қасына 7 өнерпазды ертіп баяғы қызды көтеріп әкеткен қара құстың қасына келеді. Қара құс қызды алып аспанға ұшады. 7 өнерпаздың ішіндегі ең үлкені аспанға ұша біледі екен. Барлығын сол бастап қызды көтеріп ұшқан қара құстың көлеңкесіне түсіп қуады. Бұлар көкте 7 күн, 7 түн ұшады. 8-ші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның жағасына құс отыр. Қыз шашын тарап тұр екен. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпіннен қорқып, қара құс қызды алып тағы да аспанға ұшады да жөнеледі. Сонда қуғыншылар: қыздан айырылдық деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісі: өнеріңді істе дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Құстың 2 қанатынан көздеп атқан оғы оның 2 санын жұлып түседі. Аспанда шыр айналып келіп, қыз суға түскенде үшіншісі сушыл екен. Суға сүңгіп, қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып, аман түрегеледі. Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде бір үлкен айдаһар бар лебімен жұтып барады екен. Енді бұлар 4-шісі асқан ұста екен. Қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 5 шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын қолына алып соғыстырып еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдаһар қорғанның сыртынан оралып жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішіне бұлар да жатады. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң 5-шісі де өнерін істейді. Бұлардың 5-шісі жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда
5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай, айласы таусылып адасады. Бұлардың алтыншысы жол болжағыш екен. Оқу оқып көзін сипаса, бір күндік жерден жол көреді екен. Алтыншысы өнерін істеп, бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып-ашып, шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген, тамақтары және жоқ, аш, әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам жасағыш екен. Қойындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның ауылына жетеді. Бәрі де аман. Ханшайым қызды да аман алып келеді. Сонан соң хан ат шаптырып той істейді. Хан ел жұрты болып, жеті өнерпазға қатты риза болады. Хан жеті өнерпазға риза болғандықтан, қызымды біреуіңе жолдас қылып алыңдар дейді. Сонда тұрып жеті өнерпаздың ең үлкені: бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсымыздікі артық болса, сол алсын дейді. Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкен тұрып: бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам, бұл қыз жоқ еді. Деп 7 күн қарақұстың ізімен аспанда ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Екіншісі: сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Үшіншісі тұрып: сен аспаннан қызды атып түсіргенде, мен судан сүңгіп алмағанда, қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Сонда төртіншісі тұрып: мен тастан қорған соқпағанда, бәрің де айдаһар жұтып қоятын еді. Қыз да, сендер де жоқ едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Мен болмасам, бәрің де тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді бесіншісі. Алтыншысы тұрып: бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған тиісті дейді. Ақырында жетіншісі тұрып: менің тамағымнан аш жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып: бұл жетеуінің бәрінің де өнері бірдей. Бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқалардан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз дейді. Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетіпті. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті.